Баршаңызға сәлем, сіздермен бірге Нұргүл, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен өзімнің балық қуыру әдісімен бөліскім келеді. Ол үшін видеоны соңына дейін қарауды ұмытпаңыздар. Мен әрқашан балықты осы әдіспен қуырамын. Ол үшін бізге балық қажет. Балықты жақсылап сыртқы қабығынан тазартып, қажет емес жерлерін кесіп алып тастаймыз. Менде сазан балығы. Қажет емес жерлерінің қанатшаларын барлығын кесіп алып тастаймыз да, тура видеодағыдай 2-3 см шамамен кесіп аламыз. Балығымызды түгел осылай кесіп алып, жақсылап салқын суда жуып аламыз. Кесіп дайындап қойған балықты енді тұздайтын боламыз. Егер сіздер қатты ащы болған қаласаңыздар, көптеу тұз қоссаңыздар болады. Тұзды сеуіп, барлық жеріне біркелкі болатындай етіп араластырып аламыз. Сонан соң үстінен бір жұмыртқамызды араластырып, балықтың үстіне құямыз. Барлық балықтарымызды жұмыртқамен араластырып, үстінен шамамен 1 шай қасықтай паприка салып, араластырып, балықты шамамен жарты сағатқа қойып қоямыз. Осы әдіспен жасап көріңіздер, сіздерге ұнайтынына сөзсіз. Жарты сағат өткен соң балықтарымызды алып, ұнға аунатып, барлығын осылай тура видеодағыдай дайындап аламыз. Достар, егер менің каналыма тіркелмеген болсаңыздар, тіркеліп, қоңырауша белгісін басып қойды ұмытпаңыздар. Алдағы уақытта түрлі пайдалы рецепттермен бөлісетін боламын. Міне барлық балықтарды осылай ұнға аунатып дайындап қойдық. Сонан соң қызып тұрған майда 2 беті қызарғанша пісіріп аламыз. Келесі бетіне ауыстырамыз. 2 бетін кезек-кезек ауыстырып отырып, қып-қызыл болғанша балығымызды қуырып аламыз. Өте дәмді болып шығады. Міндетті түрде осы рецептпен жасап көріңіздер. Міне біздің балығымыз дайын болды. Енді оны майдан алып, дастарханға ұсынсаңыздар болады. Өте дәмді, пайдалы, керемет болып шығады. Достар, егер видео пайдалы болған болса, лайк басып, пікір қалдыруды ұмытпаңыздар. Және әлеуметтік желі арқылы достарыңызбен бөліссеңіздер де болады. Видеоны соңына дейін тамашалағандарыңызға рахмет. Ас болсын!